аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлықтарыңызға Алланың игілігімен сәлем болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Фатиха сүресін ашыңыздар. Бұл жерде Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылып тұр. Сукун белгісі толығымен дөңгелек етілмейді, жартылай осылай қойылады. Мына жерде әл артиклі келіп тұр, сөз ортасында уасылау оқылмайды. Сондықтан біз ләм әрпін лыға жалғаймыз. Аллах сөзіндегі. Егерде Алла сөзінің алдында әрекеті кәсіралы болса, онда Алла сөзін жіңішке қоймыз. Бисмиллахи. Және де мына жерде лыны созамыз. Өйткені Аллах сөзін созып оқу керек. Бисмиллахир. Рыға өтеміз, өйткені ортадағы уасылау оқылмайды және әл артиклінен кейін шәмсе әрпі келіп тұр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рах. Тамамыз қысамыз. Рыға өтеміз, өйткені әл артиклі оқылмайды. Шәмсе әрпі келіп тұр. Күшейтіп оқимыз. Рахим. Рахим. Және мына жерде біз аят біткеннен кейін не істейміз? Сукундымен тоқтайтамыз да, және мына жердегі мәт арт болады. Арт кейбір нелерде, кітаптарда әрит деп жазылады. 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Егерде сіз осы жерде 2-ге созсаңыздар, онда мына барлық аяттардың соңында 2-ге созып тоқтаймыз. Егерде 4-ге созсаңыздар, барлық жерде 4-ге созып тоқтаймыз. Рахим. Мим әрпін білдіріп тоқтаймыз. Ғуннала. Деп ұстауға болмайды, бірақ тез үзуге де болмайды. Бисмиллахи. Мына жерде тамақтың ең төменгі бөлігінен шығатын тамшы ал мына жерде ортасынан шығатын қысып шығарамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы өздеріңізге осындай үлкен көлемдегі журнал алып алсаңыздар болады. Және соған менімен бірге дәл осылай көшіреміз. Сіздерге қалай көрініп тұр? Осы журналды алып, өздеріңізбен жалпы осындай әртүрлі жасыл, қызыл, қара түстес почканы аласыздар. Негізі Құранның үстінде басқа дәптер қойылмайды, бірақ Құран жазылғандықтан кішкене қоя тұрайық. Бұл жерде толығымен бисмилля сөзін талдап, сіздерге жазып түсіндіргенмін. Осыны сіздерге суретке түсіріп жіберем топқа. Соны жазып, көшіріп, дәл мен сияқты талдап, сосын осымен бірге дайындаламыз. Бұл жерде әғузу, міне, әғузу, мұқият назар аударыңыздар. Мынау мәт әрпі, оны 2-ге созамыз, жазып қойдық астына. Әғузу, сақаузы, зу, әғузу, биллахи, биллахи, Аллах сөзінен алдын, биллахи, мына жердегі сөз ортасындағы уасылау оқылмайды. Биллахи, биллахи, лә болып созылады, және 2-ге, 2 шәдді алаймыз. Биллахи, ныдан кейін, әден кейін біз шыға өтеміз, өйткені сөз ортасында әл артиклі оқылмайды. Оны жазып қоймасына. Минаш шәй,
шейто. Мынау мәт. Оны екіге созып оқимыз. Шейтони. Идан, мынау кәсірадан рға өтеміз. Өйткені сөз ортасында әл артиклі оқылмайды. Нирро. Р әрпін жуан оқимыз. Рохим. Мынау р әрпі шәмси әрпі. Шейтонир роджим. Рохим деп сіздерге бисмиллахи рахмани рахим деген сөз түсіндірейін деп тұрмын ғой. Роджим. Аузу биллахи минаш шейтонир роджим. Роджим. Уақыф. Яғни тоқтау деп тұр да. Р әрпі жуан оқылады. Мәт әрит немесе мәт ар деп те айтылады. Әр кітапта әртүрлі жазылады негізі. Келесі бисмиллахи рахмани рахим. Бис с әрпі сафир ысқырылып шығады және білдіріп оқимыз. Бис ми. Идан мына жерде лыға өтеміз. Өйткені ортадағы сөз ортасындағы әл артиклі оқылмайды. Мына лы шәмси әрпі. Мына жерден көрсетейін сіздерге. Идан лыға өтеміз. Бисмилла. Ләні екіге созамыз деп жаздым, оқылмайды. Хи рға өтеміз. Бисмиллахи. Хир. Ро әрпі жуан шәмсия. Рох. Мә. Екіге созамыз. Бұл мәт. И әрекетінен рға өтеміз. Өйткені сөз ортасында әл артиклі оқылмайды. Нир-рохим. Уақыф жасап, тоқтап, мынау мәтті екіге, 4, не болмаса 6-ға созуға болады. Дәл осылай дәптерлеріңізге көшіріп жазасыздар. Астына осылай мен сияқты жазасыздар, сол кезде өте түсінікті болатын болады. Бүгін біз келесі видеода Фатиха сүресін толығымен талдаймыз. Аузу биллахи минаш шейтонир роджим. Бисмиллахир рахманир рахим.